Білім беру жүйесі ізденісте болуы, үнемі дамуы тиіс. Сондықтан басты үміт жаңа және прогрессивті барлық нәрсеге ашық, ұрпақты тәрбиелеуге қабілетті мұғалімдерге жүктеледі. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Бүгінгі таңда баланы мектепке дайындау жүйесін қамтамасыз ететін, мектепке дейінгі білім беру сияқты маңызды қадамсыз білім беру мәселелерін сапалы шешу мүмкін емес. Облыста 8 жыл бойы 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі біліммен толық қамту қамтамасыз етіледі. Республикалық көрсеткіштен жоғары 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды қамту 82,8% құрайды. Бұл республика бойынша ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Балаларды ерте жастан дамыту мақсатында облыстың мектепке дейінгі ұйымдарында логикалық ойлауды дамытуға, балалардың ерте дарындылығын ашуға бағытталған робототехника, интеллектуал кабинеттерін ашу, инновациялық дамытушы технологияларды, STEM білім беруді енгізу бойынша жұмыс жүргізілуде. Білім алушылардың функционалдық құзыреттіліктерін дамытуға және оқырмандық, математикалық, жаратылыстану ғылыми және компьютерлік сауаттылықты дамытудың тиімді әдістемелерін, оның ішінде STEM білім беру элементтерін енгізуге бағытталған, оқытудағы құзыреттілікке бағытталған тәсілге көшу жүзеге асырылды. Көптеген жылдар бойы облыс оқушыларының республикалық және халықаралық деңгейдегі зияткерлік жарыстардағы табысты ұстанымдары сақталып келеді. Республикалық олимпиада қорытындысы бойынша облыс командасы 2-ші жалпы командалық орынға ие болып, үздік олимпиадалық команда 2021 сертификатына ие болды. 2021 жылғы республикалық жасөспірімдер олимпиадасында тамаша нәтижелерге қол жеткізілді. Оқушылардың құрама командасы жалпы командалық 1-ші орынды иеленіп, 17 медаль жеңіп алып, үздік олимпиадалық команда 2021 сертификатына ие болды. Облыс Қазақстанның олимпиадалық командасының құрамында ел намысын қорғаған, халықаралық физикалық олимпиадада күміс медаль жеңіп алған нөмірі 8-ші лицей мектебінің оқушылары Антон Драганчукты, Дінмұхамед Рахымжановты мақтан тұтады. 2020 жылдың оқиғасы бастауыш сынып оқушыларын тегін бір реттік тамақпен қамтамасыз ету болды. Оқушылардың тамақтану сапасын бағалаудың электрондық жүйесі жобасы іске қосылды. Бүгінгі таңда 34 мектепте тамақтану сапасын бағалаудың электрондық жүйесі орнатылған. Павлодар облысы Қазақстанның индустриялық орталығы болып табылады. Ол түрлі бағыттар бойынша өндіріске бағдарланған көп салалы өнеркәсіптік кешен болып табылады. Атап айтқанда, өңірдің техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі еңбек нарығының қажеттілігін барынша қамтамасыз етуге бағытталған. Техникалық және кәсіптік білім беру орындары экономика салалары үшін басым 84 мамандық және 163 біліктілік бойынша кадрлар даярлауды жүргізеді. Елбасының тапсырмасына сәйкес, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін қолдау үшін жас маман жобасы аясында 10 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының оқу өндірістік базасы жаңғыртылды. Ертіс жоғары инновациялық аграрлық колледжі, ақпараттық технологиялар колледжі, агроөнеркәсіптік сектор үшін жоғары білікті мамандарды даярлауға, IT нарығын дамытуға және өңірдің IT хабын құруға арналған алаңдар болып табылады. WorldSkills қозғалысы қарқынды дамып келеді. 40 құзыреттілік бойынша WorldSkills Павлодар 2020 республикалық конкурсының аймақтық кезеңі өткізілді. Оған 170-тен астам студент қатысты. Конкурстың өңірлік кезеңінің қорытындысы бойынша 2021 жылғы ұлттық чемпионатқа қатысу үшін Павлодар облысының құрама командасы құрылды. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері облыстың еріктілер қозғалысының флагманы болып табылады. Облыс колледждерінің 11 мыңнан астам студенті ерікті қызметпен айналысады. Тәрбие берудің тиімді озық әдістерін енгізу және дамыту мақсатында облыстық оқушылар сарайының базасында тәрбие алаңы жобалық офис ашылды. Жоба балалар мен жасөспірімдерді табысты әлеуметтендіру бойынша іс-шаралар кешенін іске асыруға, педагогтер мен ата-аналардың психологиялық педагогикалық құзыреттілігін арттыруға бағытталған.
Әлеуметтік бастамаларды, көшбасшылық әлеуетті дамыту, жас қыран, жас ұлан, балалар мен жастардың қоғамдық ұйымдарының қызметі, жас сарбаз әскери патриоттық клубтары мен сыныптарының, жол қозғалысының жас инспекторы және жас құтқарушы жасақтарының қызметін ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады. 1000-нан астам оқушы елбасы медалі республикалық жобасының қатысушылары болып табылады. 222 оқушы қола деңгейін сәтті аяқтады. Қалалар мен аудандарда технопарктер мен бизнес-инкубаторлар, жасыл технологиялар кабинеттері мен зертханалары желісі кеңеюде. Шахмат қозғалысы жобаларын іске асыру, робототехника кабинеттері мен үйірмелерін, IT кабинеттерді ашу, асық ату ұлттық ойынын, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында домбыра үйірмелерін танымал ету, балаларды қосымша білім берумен қамтуды 10% арттыруға мүмкіндік берді. Бұқаралық спорт түрлерін насихаттау мақсатында білім беру ұйымдарында волейбол, баскетбол, үстел теннисі бойынша мектеп лигалары жұмыс істейді. Қысқы және жазғы спорт түрлері бойынша тірек алаңдарының желісі дамуда. Жазғы демалысты ұйымдастыру жетілдірілуде. Түрлі форматтағы іс-шараларды өткізу балаларды демалыспен, сауықтырумен және жұмыспен 100% қамтуға мүмкіндік берді. Облыс әкімінің бастамасы бойынша алғаш рет 2020 жылы 50 педагог Павлодар облысының білім беру саласына қосқан үлесі үшін төс белгісімен марапатталып, 1000 айлық есептік көрсеткіш алды. Облыстың үздік педагогтерін ынталандыру, жас мамандар мен басқа да мұғалімдерге олардың қажырлы еңбектерінде үлкен ынталандыру береді. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін дамыту үшін мемлекет жасап отырған жағдайлардың оң үрдістері бар. Бірнеше жылдар бойы жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының желісі мен контингенті қысқаруда. Соңғы 3 жылда 425 ер бала мен қыз бала отбасын тапты. Ал 2020 жылдың 1 шілдесінен бастап жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының жанында асырап алушы ата-аналар мектептері жұмыс істей бастады. Бүгінгі таңда 330 үміткер асырап алушы ата-аналар мектебі оқуды аяқтағаны туралы сертификат алды. 74 үміткер оқудан өтуде. Басым көрсеткіштердің бірі жетім балаларды әлеуметтендіру. Соңғы жылдары жетім балаларды тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша оң динамика байқалып отырғаны қуантады. 2020 жылы 204 пәтер берілді. 2021 жылдың 1 жарты жылдығында 166 пәтер берілді. Аутистік спектрдің аурулары бар балаларға түзеу арқылы қолдау көрсету үшін 2020 жылғы желтоқсанда Болат Өтемұратовтың қоры жеке қорымен бірлесіп, асыл мирас психологиялық педагогикалық түзету кабинет ашылды. Оқушы орындарының тапшылығы мәселесін шешу мақсатында облыста тек 2 жыл ішінде ғана Павлодар қаласында 600 орындық Мұзафар Әлімбаев атындағы мектеп, Павлодар ауданының Кемеңгер ауылында 250 орындық бастауыш мектеп, Абай атындағы мектеп гимназияға Жапсаржай, Павлодар қаласындағы 2 балабақша пайдалануға берілді. Екібастұз қаласындағы 260 орындық балабақшаны орналастыруға арналған ғимаратты қайта жаңғырту аяқталуда. Павлодар қаласының Сарыарқа шағын ауданында 650 орындық мектептің, Жетекші ауылында 300 орындық орта мектептің құрылысы жалғасуда. Және Мойылды ауылындағы орта мектепте Жапсаржай құрылысы аяқталуда. Павлодар қаласының ауылдық аймағының темір жолшылар кентінде 210 орындық мектептің құрылысы басталды. 129 білім беру объектісіне күрделі жөндеу жүргізілді. 2020 жылдың серпінді жобасы заманауи мектеп жобасын іске асыру болды. Жоба мектепті сыртқы келбетінен бастап, материалдық техникалық жарақтандырудан және күтіп ұстаудан бастап жаңартуға бағытталған. Бұл әрине білім беру және даму ортасы. Ең алдымен мектеп оқушылары мен мұғалімдердің білім беру және тәрбие процесіне толық ену үшін қолайлы болуын қамтамасыз етеді. Paper Lab қоғамдық қорының басшылығымен трансшекаралық зерттеушілер тобы жүргізген Орталық Азия елдері үшін арнайы тәуелсіз халықаралық зерттеудің нәтижелері. Павлодар облысы сапалы білім беру үшін жағдай жасау бойынша Қазақстанда үздік деп танылды. Тұрғылықты жеріне немесе әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, барлық балалардың сапалы білім алуға мүмкіндігі болуы тиіс. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті.